заттарды қай жерден аламыз? Дүкеннен аламыз, иә? Дүкенде кім тұрады? Дүкенші тұрады екен, дүкенші заттарды сатады екен бізге, иә? Балалар, дүкенде не сатылады? Азық-түлік, ойыншықтар, ыдыстар, конфеттер, көкөністер сатылады екен, жемістер сатылады екен. Сонымен қатар кеңсе заттарды сол дүкеннен алынады екен, иә? Дүкенші бізге қазір көріп жүрсеңдер, дүкеннен бізге керекті заттар сатады екен. Бірақ қазірдің өзінде мынау дүкенші болмайды. Әркім өзіне керекті заттарын ақшасын төлеп, кассаға төлеп, өзі арғай керек затын алып кете береді. Бұл оның адал екенін, адамдар еңбегін бағалап, мына біздің алатын заттарымыздың барлығы еңбекпен келетін дүниелер. Сондықтан бізге үлкендердің еңбегін бағалап, керек затымыздың ақшасын төлеп, өзіміз керек затымызды алып кете беруімізге болады, иә? Ал енді оның ақшасын төлемей, біз затымызды алып кетіп қалсақ, ол неге жатады? Әділетсіздікке жатады, ұрлыққа жатады ол. Ол заттың ақшасын алғаннан кейін біз оны төлеуіміз керек. Ал балалар, біз енді адалдық дүкеніне келіп тұрмыз. Мына жерде ешқандай сатушы жоқ. Бұл жерден қазір заттардың мына жерде жеміс-жидектер, кеңсе заттар, тәттілер, ойыншықтардың барлығы заттар тұр, олардың бағалары жазылып тұр. Мына жерден өздеріне керекті заттың бағасын көріп, заттарını сатып алып, кассаға төлеп кетуге болады. Сен Мансұр, сен бастай ғой, сен не алайын деп тұрсың? Банан қанша тұрады екен мына жерден көре қойшы? 2-3 теңге тұрады екен, иә? 2-3 теңгені табамыз да. 2-3 теңге қай жерде мына жерде? Қарай ғой. 2-3 теңгені алып, кассаға төлейміз. Кассаға төлейміз. Енді затымызды аламыз. Ал, Бексұлтан, сен не аласың? Машина аласың ба? Машина қай жерде сатылады екен, ойыншық машинамыз? Кәні көрейік, ойыншық машинамыз қанша тұрады екен? 100 теңге екен. Мына жерден 100 теңгені табамыз. Кассаға төлейміз. Ал енді келесі кезекте Аянат екен. Аянат, сен не зат аласың? Кәні қарай ғой сөмкеңді. Не керек екен саған? Саған ыдыс керек екен, е? Ыдыс қанша тұрады екен, кәні көрейік оны яқтан? Ыдыс қай жерде екен? Ыдысты таба ғой. Қанша теңге екен? 200. 200 теңгені табамыз. 200 теңгені табамыз. Кассаға саламыз. Біз адалмыз, ақшамызды төлейміз алған затымыздың. Ақшам төлемді. Ыдысыңды ала ғой. Ал Темірлан келе ғой. Темірлан, саған не зат керек? Не керек саған? Қарындаш керек екен, е? Қарындаш қаншадан тұрады екен қарындаш? Кән көрейікші қарындаш. Қанша теңге екен? 50 теңгені табамыз. Кассаға төлейміз. Кәні біз адалмыз. Керек затымыздың ақшасын төлеп аламыз біз керекті затымызды. Кән қарындашты тауып ала ғой затының ішінен. Қарындашты ала ғой. Жоқ, оның бәрін алмаймыз. Тек қана өзімізге қажетті қарындашымызды ғана аламыз, е? Ала ғой. Біз қарындаштан ғана ақша төлейміз. Сондықтан біз тек қана қарындашты, қаламды алуымыз керек. Ай көркем, енді саған не керек? Не аласың сен? Сен корзинкеңде алатын қандай зат екен? Бізге бояу керек екен, е? Бояуымыз қанша тұрады екен, кән қарақшы? Мына жерде бояу бар ма? Бояуымыз қанша тұрады екен? 50 теңге тұрады екен, е? 50 емес, 2-3 теңге тұрады екен. Мына жерде тұрған 2-3 теңге екен ғой. Кән 2-3 теңгені таба ғой. 2-3 теңгені аламыз. Затыңды ала ғой. Кән. Затыңды ала ғой, бояуымды. Енді ақшасын не істейміз? Төлейміз. Ал қыздар, сендер не зат аласыңдар? Мен добаям. Мен жеміс алам. Кәні Айкөркем, сен ала ғой. Менің апам мен ақшам жоқ еді.
Онда ақшаны қайдан аламыз? Банкоматтан алады екенбіз. Кән банкоматқа бара қойып. Кәнекей. Банкоматқа бірінші не істейміз? Карточкамызды саламыз. Сала қой карточкамды. Карточкамызды саламыз. Өзіміздің нөмірімізді тереміз. Ақшаны аламыз. Карточка не істейміз? Ұмытпаймыз, алуды, жарайсың. Енді міне сенде ақша болды. Енді ақша болды. Ал енді көре қой. Сенің алатын добың қанша тұрады екен? Қан көрші. 100 теңге екен, 100 теңге екен. Ал мейлен, сен 2 теңгемен төле қой. Төле қой 2 теңгені. Жарайсың. Затыңды ала қой енді. Карточкаңды ұмытпа. Карточкаңды ұмытпа. Әжеге тастауға болмайды карточканы. Енді сен не аласың? Сен көкөністерді көкөніс алайын деп тұрсың ба? Ала ғой көкөнісіңді. Қанша тұрады екен көкөністерің? 50 теңге, 2-3 теңге ма? Ал, 2-3 теңгені төлейміз кәдімгі. Кассаға 2-3 теңге төлейміз. Енді көкөнісіңді ала қоймыз кәдімгі. Ала қой көкөнісіңді. Көкөнісіңді аламыз. Затыңды сөмкеңді ала қой. Жарайсың. Ал балалар, біз қандай ойын ойнадық қазір? Дүкенші ойын ойнадық, дүкенде сатушы бар ма екен? Жоқ. Біз керек затымызды не істедік? Алып, затымызды алып, керекті ақшасын төледік, кассаға. Міне, сатушы болмаса да біз өзімізді әділ екенімізді, адал екенімізді көрсетіп, керек затымызды алып, кассаға өзімізді төлемімізді жасадық. Міне, бұл сендердің адал екендеріңді, жақсы азамат екендеріңді білдіреді. Болашақта да сендер жақсы азамат болады деп сенемін балалар.